филиалдың әріптестерім, сіздерді қара шаңырақ 70 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Кәсіби шеберліктеріңізбен іскерліктеріңізді арта берсін. Халқымыздың рухани өсуімен, өркениет биігіне, ұмытылмасына ұйытқыш болып жүрген еңбектеріңіз еселене берсін. Уважаемые коллеги, филиала библиотеки имени Мухтара Әуезова Жезказганской централизованной системы. Поздравляю вас с вашим большим юбилеем, 70-летия вашей библиотеки. Желаем, примите сердечные поздравления от меня и моего коллектива города Сакпай, централизованной библиотечной системы города Сакпай. От всей души желаем библиотеке и его коллективу дальнейшего процветания, множество новых интересных идей, творческих успехов, подъемов, вдохновения, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, достатка, много хороших и активных читателей. Удачи во всем. Құрметті Жезқазған қаласы, орталықтандырылған кітапханалар жүйесі, Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы ұжымы. Сіздерді бүгінгі 70 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық құндылықтарымызды сақтап, дәріптеп, осы күнге жеткізуде, болашақ ұрпаққа паш етуде сіздердің атқарып жатқан еңбектеріңіз орасан зор. Айтулы мерекеде ұжымдарыңызға шығармашылық табыстар мен өркендеу тілеймін. Руханият ордасы кітап қорымен молайып, көрермендеріңіз көбейе берсін. Жезқазған қаласындағы Мұхтар Әуезов кітапханаға биыл 70 жыл толып отыр екен. Кітапхана даналықтың екені немесе білім әлеміне ашылатын есікті бекер айтпаған болар. Өйткені бұл жерге келген адам рухани тазарып, білім нәрімен сусындап, кемелденіп шығады. Осы кітапхананың оқырман ретінде кітапхана ұжымына шығармашылық табыс тілеймін, дендеріне саулық тілеймін, еңбектері жемісті болсын, тұрақты оқырмандар көп болсын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мынау дана халқымызда кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді. Мынау биыл қасиетті қаламызда Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға 70 жыл болып отыр. Осы мерейлі мереке құтты болсын дей отырып, жеке өзімнің атынан құтты болсын айтамын, және де өзім қызмет істеп жатқан Жезқазған музыкалық колледжінің атынан осы мерейлі мереке құтты болсын дегім келеді. Еңбектеріңіз жемісті болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Я Ковачев Сергей Юрьевич, являюсь читателем вашей библиотеки с 70-го года. 9 класс средней школы. Вот пришел к вам и с тех пор тут и читаю у вас. Библиотека одна из лучших в городе. Фонды обширные, богатые. Отношение к читателям внимательное, предупредительное. Желаю такой же библиотекой и оставаться на будущее. А тем, кто работает, желаю счастья, здоровья. Я Гладун Галина Матвеевна. Поздравляю коллектив библиотеки Мухтара Әуезова с замечательным юбилеем, 70-летием. Благодарна девочкам, очень хорошее обслуживание, всегда добры, приветливы, всегда помогут выбрать книги. Я вас от всей души поздравляю с вашим юбилеем, и чтобы и дальше, чтобы вы и достали, справили юбилей в 100 лет. Благодарю вас. Әр адамның ең жақын досы, өмірлік досы кітап болуы тиіс деп Мұхтар Әуезов айтқандай, кітаппен жақын дос еткен медицина колледжінің кітапханасы. Көп жылдар бойы кітапхана жұмысын танып білуіме қалалық кітапханалармен тығыз байланыста болуым себепкер болды. Колледжіміздің дарынды, шығармашыл жастары қалалық кітапханалар, соның ішінде Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана шақыруымен әр түрлі іс-шараларға белсене араласып келеді. Бұл іс-шара жастарды жан-жақты, білімді, рухани адамгершілік құндылықтарға тәрбиелейді.
Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбаевтың сөзін еске ала отырып, кітап оқуды жанына жақын еткен жастарымызды киелі рухани азыққа толы орда кітапханаға шақырамын. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымын және кітап сүйер қауымды мерейтоймен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, кітап сүйер оқырмандарымыз көбейсін. Жақсы, жанға жағар, жас ұрпақты қызықтырар кітаптарыңыз көп болсын. Кітаппен дос болар жастарымыз көбейсін. Тілек білдіруші жоғары медицина колледжінің ұжымы және мен Жібек Карбозовна. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымын шын жүректен құттықтаймыз!